Құрметті достар, мен сізге жаңа сөз үйрететін боламын. Міне, S о деген көпше түрде. Мына көп дейді. Міне, table, blue, tables, мына көп. Ал аны нүктесі бар S болса, бірінші нүкте, екінші S. Онда ол мына заттың иесі екенін білдіреді. Ал S-тің бірінші S, екінші нүкте болса, онда көп заттың иесі екенін білдіреді. Және there is, there are. Оның екінің мағынасы бар. Is және бұл деген сөз ғой. S нүктесі бар S, S нүктесі, үштің мағынасы бар. Ал S, ал сондай жаттығу орындайшы. Table, көп table, көп үстелдер. Көп table. Қалай айтады table'ды? Table'ды мен үйреткен не екенін. Ол деген стол болады. Ал tables болса, онда көп столдар. Ал андай нүктесі бар S. Онда ол заттың несі екенін білдіреді. Ал міне соны шақ жауап бересіңдер. Міне біреудің заттың несі екенін білдіретін нәрсе. Міне Алихан's is pen. Алиханның ручкасы. Ал it's my teacher. Бұл менің апайым. Сондай сұраққа жауап берді ол. Ал онда S бірінші, екінші нүктесі бар болса, онда ол көп заттың несі екенін білдіреді ол. My teachers. S нүктесі бар. Онда менің апайларым көп дейді. Онда біз үш S-тің не екенін білдік, я? Бірінші S, ол деген көп деген сөз. Нүктесі бар. S, ол екінші. Ол деген заттың несі екенін білдіреді. Ал S нүктесі бар, ол үшінші. Ол деген көп заттың несі екенін білдіреді. Бүгінгі сабақ бітті, сау болыңдар.